Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы етістік, қазақ тілі 4-ші сынып. Бүгінгі сабақта берілген мәтіннің түрлерін, жанрын, стилін салыстырамыз. Ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаймыз. Бағалау критерийлері. Мәтіннің түрі мен жанрын, стилін салыстыра алады. Мәтіннің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайды. Етістік түрлерін қолданып, әңгіме жаза алады. Ал ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын тапсырма орындайық. Тапсырма гауһартас иерархиясы деп аталады. Яғни, мәтіннің түрі қандай төмендегі бос тұрған жерге толтырып кетеміз. Ал жанрлық стилі қандай, бұны да толтырып өтеміз. Дескрипторға сүйене отырып жасаймыз тапсырманы. Дескрипторы мәтін түрін таба алады, мәтіннің жанрлық стилін анықтайды. Керемет балалар. Тапсырмамыздың жауабы мәтіннің түрі әңгімелеу мәтіні, яғни оқиға ретімен баяндайтын мәтін. Ол сөйлемдер іс-қимылды білдіреді. Сұрағын не істеді? Ал жанрлық стилі ғылыми стиль. Әңгімеде ол ой дәлелді зерттелген тура мағынада қолданылып тұр. Келесі тапсырмамыз эйлер шеңбері деп аталады. Мұнда шеңбердің ішінде бақ-бақ өсімдігіне анықтама бересіздер. Келесі шеңбердегі бақ-бақ бақаға сөзіне анықтама беріп өтеміз. Іске сәт оқушылар, тапсырманы орындаймыз. Эйлер шеңберінің жауабы табиғат туындысы, бақ-бақ өсімдігі, тамыры жуан шөпке ұқсас, жапырағы сопақша, сүт сияқты сөл шығарады. Бақ-бақ бақа суда тіршілік етеді, қос мекенді, қорегін түнде аулайды, жаңбырлы күндерде белсенді болады, уылдырық шашады. Оқулықтағы 62-ші тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз. Оқы, жырла, жүрді, жүзді, көрген, ақылдас, биле, ойла, сезді, ұсақта, болды, керілме, тұзда. Дескрипторге сүйене отырып тапсырманы орындаймыз. Дескрипторы туынды етістіктерді таба алады, неліктен туынды етістік екенін дәлелдей алады. Туынды етістікті қатыстырып сөйлем құрай алады. Сабақ барысында алған білімдерін қолданады. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманың жауабы: жыр, жырла, түбір сөзі жыр, зат есім, ла жұрнағын жалғайтын болсақ, жырла етістік. Ақылдас, түбір сөзі ақыл, зат есім. Дас жұрнағын жалғайтын болсақ, ақылдас етістік. Биле, түбір сөзі би, зат есім. Ле жұрнағын жалғайтын болсақ, биле етістік. Ойла, түбір сөзі ой, зат есім. Ла, жұрнақ, ойла, етістік. Ұсақта, түбір сөзі ұсақ, та, жұрнақ. Ұсақ сын есім, ұсақта етістік. Тұз, да, тұз түбір сөзі зат есім. Да жұрнағын жалғайтын болсақ, тұзда етістік. Сөйлем құрастыра алдыңдар деп ойлаймын. Керемет балалар. Ал енді сабақты қорытындылай келе балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына қаншалықты жеттік, сабағымыздың мақсаты орындалды ма деген кері байланыс беріп өтеміз. Сабағымыз қызықты болды деген ойдамын. Кері байланыс табыс баспалдағы деп аталады. Яғни бүгінгі сабақта бүгін не үйрендім, сабақ маған не қызықты болды, тағы да нені білгім келеді деген кестені толтырып өтеміз. Балалар, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сабақ аяқталды.